Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай резинкамен және закупканы жасап үйрететін боламын. Оған керекті заттарымыз міне барлығын көрсетіп қойдым. Өлшемдерін де бетіне жазып қойған болатынмын. Осыдан көріп біліп отырсаңыздар болады. Өзім де сіздерге айтып отыратын боламын. Біз екі лента аламыз. Сіздерде ол жасыл болуы мүмкін, немесе басқа түсті болса да бола береді. Өздеріңізге қандай ұнайды, сол түстен алсаңыздар болады. Бір затқа мұқият болыңыздар. Екі түс бір-бірімен үйлесім табуы міндетті. Мен жасыл лентамнан 20 сантиметрден 2 лента алған болатынмын. Бұның ені 3-8 сантиметр. Сіздер 4 сантиметр алсаңыздар да болады. Бізге 2 резинка жасау үшін 80 сантиметр қажет болады жасыл түсінен. Сіздер 1 метрлік лента алсаңыздар 2 резинкаге жететін болады. Енді қыздар, мен екінші лентаға осындай авокадо түрін алған болатынмын. Сіздер басқа түрін ала берсеңіздер де болады. Бізде бұның ұзындығы 17 сантиметр қылып 2 лента алған болатынмын. Сонда менде бір резинкаға 34 сантиметр лента кеткен болатын. 2 резинкаға сіздерде 68 сантиметр лента кететін болады. Сондықтан да 2 лентадан 1-1 метрдан алсаңыздар 2 резинка жасауға сіздерге жеткілікті болады. Енді лентамыздың шеттерін осылай зажигалканың көмегімен күйдіретін боламыз. Бұл біздің лентамыздың шытынап кетпеуі үшін міндетті түрде жасалынады осылай. Әрбір лентаны осылай қиып алған сайын шеттерін зажигалкамен күйдіріп отырыңыздар. Енді лентамыздың ортасын тауып, артқы жағын бірінің үстіне бірін қойып, ине жіптің көмегімен біз ортасынан көктеу тігісі бойынша өтіп шығатын боламыз. Инемізді бірінші жоғарғы жағынан салатын боламыз. Өйткені тартқан кезде қазір әдемі тартылуы үшін жоғардан салып, және шығарғанда жоғарынан шығаратын боламыз. Ал екі қосылған бұрышты біз астыңғы жағына жіберетін боламыз. Міне екінші лентімді де солай қасына алып жатырмын. Инені бұл жерде де мен үстінен салатын боламын. Үстінен салып, жаңағыдай көктеп шығатын боламын. Қыздар, бұнда қорықпаңыздар, жіп көрініп қалмайды, өйткені соңында біз барлығын лентімен жабатын боламыз. Енді екі лентімізді бір шетінен тартып, осылай жинақтаймыз. Ортасына қарай. Бір жағын міндетті түрде түйіншіктеп алыңыздар ине жібіңіздің. Одан кейін осылай толықтай тартып болғаннан кейін ине жібімізді дәл ортасынан, бір жағына қарай кетіп қалмасын қыздар, екі жақта да бірдей болу керек. Дәл ортасынан осылай айналдыратын боламыз лентіміздің. Және соңғы жағын бір өтіп шығып лентіміздің артқы жағынан, содан кейін қиып тастайтын боламыз. Бізде резинкамыздың артқы бөлігі дайын болды. Енді екінші бөлігінде дәл сондай етіп тігетін боламыз. Мен үлкен жасыл лентаны 60 теңгеден, ал кішкентайды метрін 150 теңгеге алған болатынмын. Бұндай ленталар әр қалада осындай фурнитура сататын жерлерде бар қыздар, соны таба аласыздар. Сіздер сатып алғанша осындай қолдан жасаңыздар, сіздерге неғұрлым арзан шығады, және балапандарыңыз да өзіңіз де қуанатын боласыздар. Өз қолдарыңыздан осылай балапандарыңызға резинка заколка жасап үйреніп алыңыздар.
Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сіздерге ұнап жатса, мен қуаныштымын. Міне қыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Енді ыстық желімізді қосып, кішкене клейімізді ертіп алатын боламыз. Ыстық желімді мұқият болыңыздар, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Енді кішкентай қыздар қарайтын болса, міндетті түрде аналарыңыздың көмегімен жасаңыздар дегім келеді. Енді астына осындай резинканы қолданатын боламыз. Мен пачкасын 1000 теңгеге алған болатынмын, ал штугы 20 теңгеден тұрады. Сіздердің қалаларыңызда мүмкін 700-800 теңгеден де бар шығар. Осылай бір пачкасымен алып алғандарыңыз жақсы. Ыстық желіміз кішкене ергеннен кейін барып қолданатын боламыз. Өйткені ең басында қолдансаңыздар, ыстық желім қатты ермей, сіздер лентіңізді, резинкаңызды уже таққанша, жабыстырғанша ол кеуіп қалатын болады. Соған мұқият болыңыздар. Ыстық желімді 1500 теңгеден аласыздар, ал ішіндегі клейларын бөлек 50-100 теңгеден сататын секілді. Мен бұрын алып қойғанмын. Маған әлі күнге шейін көмек беріп жүр. Бір алып қойсаңыздар, бұл тұратын зат. Осылай ортасына желімімізді жағып аламыз. Үстіне авокадо лентімізді орналастыратын боламыз. Тек қана ортасына жағасыздар, қыздар. Енді астыңғы жағына жай клейімізді жағып алып, резинкамызды орнататын боламыз. Клейіміз кепкенше кішкене қоя тұрамыз. Одан кейін кішкентай лентімізді тағатын боламыз. Лентімізді ең бірінші бір шетін төменгі жағынан жабыстырып алатын боламыз. Екінші шетін лентіміздің үстін айналдырып, дәл сол жерге алып келіп жабыстыратын боламыз. Мен жерде қыздар мұқият болыңыздар, мен ортаңғы жағына ешқандай жабыстыратын нәрсе жабыстырмаймын. Мысалы, авокадо түрінде қыздың суреті ма, сондай кулон секілді болады жабыстыратындар. Егер сондай болса, лентіңізді алдыңғы жаққа алып келіп клейлайтын боласыздар. Міне мен артқы жақта клейлап жатырмын ғой. Сіздер көрсетпеу үшін лентіңізді тағы бір айналдырып, алдыңғы жағына клейласаңыздар болады. Өйткені сіздің лентіңіздің жартысын жаңағы кулон жауып тұратын болады, егер кулон тағатын болсаңыздар. Мен кулон тақпайтын болғасын, астына қарай жіберіп жатырмын. Енді ортасындағы ақ ленті, ол өте арзан тұрады. Мен одан бір 2 метрдей алған болатынмын. Осындай оның да качественный түрін алыңыздар, атлас түрлерін алмаңыздар. Міне қыздар, осылай жабыстырып алдық. Біздің резинкамыз осылайша дайын болған болатын. Дәл осындай қалыпта екінші түрін жасап алуларыңызға болады. Міне қыздар, айтқым келген осындай зат қой. Менде бұған үйлесімді болған жоқ, сондықтан ортасына тақпадым. Немесе осындай жемчуг салсаңыздар болады. Немесе жаңағыдай авокадо түрінде сатады. Сіздерде мүмкін миньоны болуы мүмкін. Немесе қуыршақтың суреті болуы мүмкін. Енді алдыңғы лентіңізге байланысты. Ал аналар, екінші заколкамыз міне осындай заколка. Бұны өздеріңізде тақсаңыздар болады. Бұл заколканы жасау үшін ені 4 сантиметрлік лентіні алатын боламыз. Одан 60 сантиметр
етіп қиып алатын боламыз. Сіздер енді ұзын қылып алсаңыздар да болады, немесе менікіндей етіп алсаңыздар да болады. Мен лентаның ұшын жаңағыдай жазигалкамен істеуге ұмытып кетіппін. Бірақ ештеңе етпейді. Бірақ сіздер ұмытпаңыздар. Менде ортасында кетіп қалатын болады. Біздерге шытынап кетпеу үшін қажет болады. Міне осылай шексіздік түрінде жасап алатын боламыз. Содан кейін екі шетін ортасына қысып тұрып, ортасынан ине жіппен бір өтіп шығатын боламыз. Міне қыздар, жібіміздің бір жағын тартып, лентамызды бір жерге жиыстырып аламыз. Одан кейін жібімізді сол лентаның сыртына орайтын боламыз. Жібімізді осыдан кейін үзіп тастайтын боламыз. Осымен біздің лентамыздың қыстырғышымыздың алдыңғы бөлігі дайын болды. Енді астыңғы бөлігіне осы лентамыздан 26 сантиметр өлшеп алатын боламыз. Бұл біздің заколкамыз үлкен болғандықтан, қыздар, бұнда 1 метрлік ленті тек бір заколканы жасауға кететін болады. Осылай екі жаққа майыстырып, ортасын дәл жаңағыдай инемен көктеп, жаңағыдай қысып, ортасын жіппен орайтын боламыз. Бұл бізде заколкамыздың артқы жағында тұратын бөлігі болатын болады. Шеткі жағын осылай флаг секілді қисаңыздар болады, немесе бір жағына қарай қиғаш етіп қиып әдемілесеңіздер де болады. Енді ол сіздердің өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Ол жерінде міндетті түрде күйдіретін боламыз. Мен алған заколкамның сантиметрі 7,5 сантиметрлік заколка. Қасындағын көрген боларсыздар. Кішкентай заколкамен өлшеп көрсеттім. Бұл бізде үлкен заколка. Енді бұл заколкамыздың сыртына да лента тағатын боламыз. Ең бірінші осындай кішкентай ақ лентамызды алып, астыңғы жағынан бастап, біз лентамен әдемілейтін боламыз. Ыстық желімімізді қосып алып, клейімізді жағып, осы видеода көрсетілгендей ленталарыңызды тағатын боласыздар. Мына видеода қоңыр лентаны көріп тұрған шығарсыздар. Бұл лентаны мен тағу үшін тағы да үстінен жасаған болатынмын. Бірақ мен жасап жатырған кезде оның үйлеспейтінін аңғарып алып тастаған болатынмын. Егер размері керек болса, ол лентаны төменде жасап кетсеңіздер болады, міндетті түрде айтатын боламын. Енді лентамызды бір-біріне жабыстыратын боламыз. Төменгі бөлігіне жоғарғы бөлігін орналастыратын боламыз. Енді қыздар, қыстырғышқа орнату үшін
Ең алдымен біз лентамызды қыстырғышқа жабыстырып алатын боламыз. Содан кейін барып ортасындағы лентаны тағатын боламыз. Себебі біздің барлық жаңағы жабыстырып жатқан қосылған тұстары біздің заколкамыздың ішкі жағында қалып қою үшін осылай әдемілейтін боламыз. Аккуратно барлығы жасалу үшін. Ең бірінші өстіп тағып алатын боламыз. Содан кейін барып кішкентай лентамызды заколкамызды ашып, бір шетін соның ішіне жабыстыратын боламыз. Бұндай заколка мен резинканы қыздар тек қана балапандарыңызға емес, заказға да жасасаңыздар болады. Лентамызды бір айналдырып шығып, екінші тұсын жаңағы бөлігіміздің үстіңгі жағына клейлайтын боламыз. Мына жоғарғы жағында қалдырып қойған лентамызды жаңағы осы ортаны жабу үшін қолданатын боламыз. Ол үшін заколкамызды ашып тұрып, ішкі жағына клейімізді жағып, лентамызды сол жерге жабыстыратын боламыз. Сондай ғана сіздердің қалай қосқандарыңыз барлығы көрінбей қалатын болады. Енді қыздар, бұл заколканы сәндеу өз еркілеріңізде. Мен ортаңғы жағына осындай жемчуг қосуды жөн көрдім. Сіздер өз фантазияларыңызбен сәндесеңіздер болады. Міне қыздар, осымен кішігірім мастер-классым тәмам болды. Осылай балапандарыңызға әсем заколка мен резинка жасап қуантуды ұмытпаңыздар.